Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Кір жуғыш машинаңыз бұзылып қалмасын десеңіз, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Кір жуғыш машинаға бір ғана затты салып жууға болмайды. Техника қарыштап, дамыған сайын адамдардың қол еңбегі азайып, жұмыстары жеңілдей түсті. Алайда бас қатыратын нәрселер сонда да жетіп жатыр. Соның бірі күнделікті үй тұрмысында пайдаланып жүрген қыз-келіншектердің сүйікті техникасы кір жуғыш машина. Алайда техника болған соң кез келгенінің бүлінетіні анық. Бірақ жақсы күтім, уақытылы тазартып тұру, дұрыс пайдалана білу кір машинасының ұзақ та сапалы қызмет жасауына көмектеседі. Ендеше кір жуатын машина тез бұзылып, қайта шығындалмас үшін төмендегі кеңестерді пайдаланып көруді ұсынамыз. Кір киімді дұрыс салу керек. Ең алдымен кір машинаға кір салғанда, оның аз немесе шектен тыс көп болуына қадағалау қажет. Кір жуғыш машинаның есігін жапқанда, ішіне салынған кірлер есіктегі әйнектің жартысынан болып тұруы тиіс. Толтырып салуға мүлдем болмайды. Сондай-ақ жуылатын киімдердің қалтасында үшкір, қатты, тағы басқа артық заттардың болмауын қадағалау қажет. Ұнтақты шектен тыс салудың керегі жоқ. Машинаның ұяшығына ұнтақты мөлшерден асырмай салу керек. Артық салынған ұнтақ резеңке түтікшенің бітеліп, сыртқа су шығып кетуіне жол береді. Қақтан тазартатын химиялық қоспаны ас содасы мен лимон қышқылына араластырамыз. Судың құрамында тұз бен минералдар болатыны заңдылық. Су ысыған кезде құрамындағы тұздың әсерінен ысытқыш құбырда қақ тұрады. Егер кір жуғыш машинаны қақтан тазартып отырмаса, электр энергиясын шектен тыс мөлшерде жұмсауға әкеліп соқтырады. Екіншіден, суды ысытатын құбыр істен шығуы мүмкін. Қаққа оранып тұрғандықтан суды өте баяу жылытып, ақыры соңында күйіп кетуі мүмкін. Қазір қақты ерітетін түрлі химиялық қоспалар бар. Дегенмен олар аз ақша тұрмайды. Ал төмендегі тәсілмен олардан ешқандай кемшілігі жоқ. Лимон қышқылы. 3-4 килограмды кір жуғыш машинаға 60 грамм лимон қышқылын пайдаланамыз. 20 грамм қағаз қаптамадағы лимон қышқылын кез келген дүкеннен табуға болады. Сіз 3 лимон қышқылын алсаңыз жеткілікті. Лимон қышқылын машиненің ұнтақ салатын бөлігіне саламыз. Мақтадан өндірілген киімдерді жуатын режимді таңдап 60 градусқа қоямыз. Бұл әдіс баттасқан қақтың бетке жұқа бөлігін тазалауға арналған. Егер машинаның ұзақ уақыт тазаланбаған болса, лимон қышқылының көлемін арттырып, кір жуудың ең жоғарғы режиміне қоюыңызға болады. Міндетті түрде сығу режимін өшіріп қою керек. Негізі машинені 2-3 айда бір тазартып тұрған жөн. Ал егер құбырдан келетін судың құрамы қаттылау болса, тазалықты жиірек жасағаныңыз дұрыс. Бұл ең қарапайым және ең арзан әдіс. Сірке суы және ас содасын пайдалану. 2 кесе шай ішетін 9% сірке суын машинаның барабанына құямыз. 9% сірке суын алу үшін 70% сірке қышқылы мен судың 7-ден 1 бөлігін қатынаста араластыру керек. Ал ас содасы мен суды ыдыста араластырып, яғни 1 стакан суға 1 ас қасық ас содасын салып, кір жуғыш машинаның лотогына құю керек. Машинаны ең жоғарғы температураға және ең көп уақытқа қосыңыз. Кір жуатын машинаның сүзгісін тазалау. Сүзгіні тазаламай жүре берсеңіз, машина ерте бұзылып, су ағызуын тоқтатады. Ол үшін төмендегі орналасқан фильтр қақпағын ашу керек. Қақпақты бұрап ашар алдында еденге су сүртетін сулық қойып алу керек. Ағызғыштан су шығуы мүмкін болғандықтан, қасыңызға ыдыс дайындап қойған да артықтық етпейді. Қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап, тесіктен барлық ласты алып шығамыз. Кір жуғыш ұнтақты, ағартқыш және шаятын құралдарды нұсқамасында жазылғандай мөлшерде ғана қолданыңыз. Себебі артық заттар кір жуу нәтижесін жақсартпайды. Олар керісінше машина ішінде жинала береді.
Кірлеген киімдерді машина ішінде сақтауға болмайды. Сондай-ақ жуылған киімдерді машина тоқтаған соң бірден алу керек. Кір жуып болған соң міндетті түрде есігін ашық қалдырып, ішін кептіріп алу керек. Керек кеңес қажеттеріңізге жарасын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.